қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар, достар. Шырынын алып аламыз. Апельсин шырынын құйып аламыз. Апельсин шырыны. Тұз. Молырақ салған өте жақсы болады, негізі тұзын. Зәйтүн майын құйып аламыз. Балымыз саламыз. Енді балымызды жақсылап езіп аламыз. Егер қою бал болса, езіп алған дұрыс. Қара бұрышымыз себеміз. Осылай жақсылап араластырып аламыз езіп. Енді соусымызды бөлек қоя тұрамыз. Қызылшамызды турап аламыз. Менікі кішкене қызылшам үрлеу, үлкендеу. Сондықтан өстіп әдемілеп турап алам. Соусымызды қызылшамызға құямыз міне. Осылай қызылшаны 1 сағат маринадқа қойып қоямыз. Сыртын алып тастаймыз. Апельсинімізді турап алдық. Рукколамызға зәйтүн майымызды құямыз. Осылай. Лимон шырынын құямыз. Осылай араластырып аламыз. Арада 1 сағат уақыт өтті. Енді салатымызды жасаймыз. Қызылшамызды саламыз. Апельсинімізді орналастырамыз. Сүзбелі ірімшігімізді алып, қызылшамызға орналастырамыз енді. Кез келген сүзбелі ірімшікті ала берсе де болады. Сүзбелі ірімшігімізді қойып шықтық. Жаңағы жасалған рукколамызды бетіне орналастырамыз. Осылай орналастырамыз. Мінекей, өстіп рукколамызды салып шықтық. Енді бұл рукколаны қонақкелерге жарты сағат қалған кезде салған дұрыс. Негізі көкшөптерді қонақкелерге жарты сағат қалған кезде салған дұрыс. Бальзамический крем немесе көкжиек сиробын. Осылай әдемілеп құйып шығамыз. Осылай кедір дәндерімен әдемілейміз. Сүзбелі ірімшігімізбен осылай сүзбелі ірімшігімізбен әсемдейміз. Мінекей карпаччо салатымыз дайын. Мінекей осындай қарапайым
құрамы жеңіл салатта жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше салаттың бір түрі. Астарыңыз дәмді болсын.